Құрақтарымыз бен етна оюларымызды тігіп болған болсақ, енді осылай реттестіріп қойып аласыздар. Бір оюдан бір шиқұрақтан арасына қойып осылай реттестіріп алдық. Және де 5 бөлігін бір бөлек қойдым, 3-еуін бір бөлек қойдым. Сіздерде осылай жасайсыздар. Сосын оны біріктіріп тігіп аламыз. 3 бөлігін бір бөлек тігіп аламыз. 5 бөлігін бір бөлек тігіп аламыз. Сол уақытта бізде ортасына қандай размерде мата кететіні белгілі болады. Енді шеттерін тігіп аламыз. Шетінің размері 7 мм-дей кетеді. Осылай қоямызды бір тігіспен тігіп аламыз. Енді екінші бөлігінде дәл солай қалай тұрды солай. Яғни жаңағыдай орындарын ауыстырып қойып тігіп жүрсеңіздер, онда біздің шай көрпешедегі узорымыз дұрыс шықпай қалады. Мінекей біз құрақтарымыз бен оюларымызды біріктіріп тігіп алдық. Сол уақытта сізде ортасында қанша сантиметр мата алатыныңыз көрінеді. Осылай белгілеп қиып аласыздар ортадағы матаңызды. Мінекей, сосын кейін шеттерін ортадағы оюларымызды зигзагпен тігіп алып, мына тұрған 3 бөлігін ортадағы матаға біріктіріп тігеміз. Кейін мына 5 бөлігін біріктіріп тігеміз. Сол уақытта біздің көрпешеміздің алдыңғы бөлігі дайын болады. Мінекей біз ортаңғы 3 бөлігін тігіп алдық. Енді 5 бөлігін матаға біріктіріп тігеміз. Мінекей бізде шай көрпешеміздің алдыңғы бөлігі дайын. Енді өлшеп қара, менде 71-де 71 сантиметр шығып тұр. Шеті бар тігілетін, сонымен 70-де 70 сантиметр шай көрпеше шығады. Мінекей 71-де 71. Енді астарын тігетін боламыз. Ол үшін біз алдын ала замогын тігіп аламыз. Замок менде матам 70 сантиметр болса, замогым 60 сантиметр. Матаны екіге қайыра отырып, 2 сантиметрден екіге қайыра отырып, замогымызды терісінен қаратамыз да бір шетін тігіп аламыз. Бұл жерде лапканың ешқандай потайной жаңағы замокқа арналған лапка қажеті жоқ. Осылай бір тігіспен тігіп аламыз. Мінекей замогымызды
бір шетін матаға тігіп алдық. Енді екінші бөлігін тігеміз. Енді замогымыздың екінші бөлігін бірінші кигізіп ала отырып, матамыздың екінші бөлігіне белгілеп аламыз. Осылай замогымыздың екінші бөлігінде тігіп аламыз. Егер де мысалға сіздерге ыңғайсыздық тудырып тұрса, булавкамен қадап алғандарыңыз жақсы, белгілеп. Енді замогымызды бір-біріне кигізіп көрейік. Екі матамыз қисық тұрып қалмасын, яғни біреуі жоғары, біреуі төмен дегендей. Мына 2 сантиметр бүктеп тіккеніміз ол сыдырманы жауып тұрады. Енді мына шеттерін екі матаны біріктіріп тігіп аламыз. Мінекей біз екі матаны біріктіріп тіктік. Замогымыз көрінбейді. Енді матаны қоя отырып, үстіңгі бөлігіндегі матамен астыңғы бөлігінде салыстыра отырып, керек жерін қиып аламыз.
Енді 4 шетін тігіп шығамыз. Мінекей астары мен үстіңгі бөлігін біріктіріп тіктік. Біздің көрпешеміздің тысы дайын. Мінекей қандай әдемі шықты, иә?